Тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында қазақтың ұлттық аспабы домбыраның маңыздылығына ерекше тоқталып, 2018 жылдың 13 маусымында шілденің алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні ретінде арнайы жарлыққа қол қойған болатын. Осы орайда Денисов орталық аудандық кітапханасы сіздердің назарларыңызға Қазағымның қазынасы домбыра әдеби музыкалық композициясын ұсынады. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп ақын жырлағандай, домбыра қазақтың киесі, қасиетті қазынасы. Қазақ пен домбыра егіз ұғым. Күні кешеге дейін әр үйдің төрінде ілулі тұратын ұлттық аспабымыздың күмбірлеген үніне не жетсін. Халық арасында кеңінен тараған ең танымал аспап домбыра аспабы. Домбырада әртүрлі музыкалық шығармалар орындалады. Ән, күй, терме, жыр, толғау, тіпті классикалық шығармаларда орындауға болады. Бұрын ел арасында небір әнші, жыршылар мен күйшілер өмір сүрген. Олар ел аралап, домбырамен тойларда ән салып, халықтың көңілін көтерген. Жаугершілік соғыс кезінде домбырадан төгілген күй адамға рух беріп, еңсесін көтерген екен. Ат аңызға айналған ер жүрек батыр Махамбет те домбырада ән салып, күй тарта білген. Ал ұлы күйшілер, күй өнерінің негізін қалаған Құрманғазы, Дина, Дәулеткерей домбыра аспабында өте шеберлікпен ойнағанын мақтанышпен айтамыз. Домбыра аспабы бір сөзбен айтқанда қазақ халқымен бірге жаралған деп айтуға болады.